Маңғыстау облысы бойынша былтыр 1 миллиард 200 миллионға жуық қаржы өндірілген. Бұл мемлекеттік сот орындаушылардың қол жеткізген көрсеткіші. Айлап жалақы алмағандар мәселесі бойынша 200 құжат қаралып, 400-ден аса тұрғынның 161 миллион теңге көлеміндегі еңбек ақысы өндіріліп алынды. Жалпы құны 1 миллиард 469 миллион болатын мүлік тәркіленіп, жергілікті атқарушы және уәкілетті органдарға тапсырылды. Өткен жылды осындай көрсеткішпен аяқтаған сала мамандарының енді тынысы кеңейеді. Оған себеп 1 қаңтардан бастап ұлт жоспарының 27-ші қадамын жүзеге асыру мақсатында қабылданған жаңа заң. Оның аясында пәрменді қағаздардың дені жеке сот орындаушыларға өтті. Келешекте олардың қатары артады. Тіпті мамандар арасында бәсекелестік орта қалыптасатын болады. Қазір біздің жеке мемлекеттік сот орындаушыларды қысқарту мәселелері қарастырылып жатыр. Осы 3 жылдың ішінде 70%-ға дейін қысқартылады саны. Мемлекеттік сот орындаушы бюджеттен қаржыландыратын болса, жалақы алатын болса, жаңағы жеке сот орындаушы бұл жерде жаңағы атқару құжатын орындағанда атқару санкциясы деген бар. Сол 3%-дан 25%-ға дейін қарастырылады. Сол жеке сот орындаушының жалақысы болып есептеледі.